наурыз асыға күткен ағайын 16 наурыз шаңырақ күні. Шырайлы Шымкенттің ең ерекше дәстүрлі түрде өтетін Қошқар ата сейілі шарасы үзілістен кейін биыл қайта жанданды. Ендеше дәстүрді дәріптейтін жоба басталды. Бүгінгі Қошқар ата сейілі біздің Шымкент қаласында 1-2 жылдан бері тойланусыз қалған болатын. Мінекей осы Қошқар ата сейілінің қайтадан наурыз мерекелерінің қатарына қосылғанына бек қуаныштымыз. Себебі бұл Қошқар атада, Қошқар ата аймағында біздің ата-бабаларымыздың табаны тиген, яғни сейілі құрып ертеректен бастап осы жерде жүргені бізге аяң. Сол себепті бұл Қошқар атаның айналасындағы халықтың ескі сейілді қайта жаңғыртып, бүгін мінекей ұлан-асыр той болып жатыр. Ертеректегі жәрмеңкелерге сәйкес келетін бұл Қошқар ата сейілі біздің Шымкент қаласында мінекей бүгін қала көлемінде тойланып, халықты бір серпілтіп жатыр. Лебі есіп берекенің бастауы болған ежелгі ғұрып. Ата-бабамыз қыстан аман шыққан соң шүкіршілік ретінде Қошқар ата өзенінің бойында жиналып құрбандық шалған. Осылайша жаңа жылдың жаршысы болған Қошқар ата сейілі мейрамын атап өткен. Алайда кеңес дәуірінде бұл дәстүр ұмытылып, тек 2016 жылы қайта жаңғырды. Сол уақыттан бері бұл мейрам елдің ынтымағын нығайтып, наурыздың сәніне айналды. Ендеше бүгінгі думанға куә болайық. Алдымен халқымыздың ақ батасын алайық. Айналайын жастарым, сендерге тілейтінім үлкен үміт, болашақ сендердікі. Сондықтан әр уақытта жақсылықтың жыршысы боп, білімді болыңдар, ұлағатты болыңдар, мейірімді болыңдар. Барлығың шаңырақтарыңа шаттық, бақыт, береке, бірлік бола берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бақытты заман болсын. Осындай тойымыз көп болып, жегеніміз қой, жүрген жеріміз той болып, біз апалардың, әжелердің жаңағы орны төр болсын. Аталарымыз баталы болсын, әжелеріміз мейірімді болсын. Дастарханымыз аққа толы болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын, наурыздан наурызға төрт көзіміз түгел осындай әдемі жүздер менен жете берейік. Халықтарыма тілейтінім қазақ елі аман болсын, ел тыныш болсын, аспан ашық болсын, көргеніміз осындай той болсын, тек жақсылықта бас қосып, өстіп, тойлап жүре берейік. Наурыз мерекесі барлығымызға құтты болсын, құт береке алып келсін. Наурыздан наурызға төрт көзіміз аман, жұртымыз тыныш, халқымыз тыныш болып жете берсін. Әр шаңырақтың, әр үйдің шаңырағы биік болсын, керегесі кем болып, босағалары берік болып, гүлдей жайнап, құлпырып, осы жастарымыз ұрпағы көбейе берсін. Жастарымызбен мын жасай берейік. Халқымыз әрдайым аман болсын, үстіп жарқырап жайнап, өсіп өніп жүре берсін. Көктемгі мерекеміз наурыз құтты болсын, әз наурыз. Барлығына денсаулық, осындай іс-шаралар көп бола берсін деп тілеймін. Алдағы уақытта да сол тілегім тек бақыт. Құда қаласа осы наурыздан наурызға Алла жеткізген Аллаға шүкір, мында шүкіршілік. Осындай той, наурыз той бола берсін. Алда келешекте деніміз сау болсын, отбасыларын барлығын аманшылығын берсін. Алладан тілек, дуа тілектерін қабыл қылсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын айналайын. Алдымызда келатқан наурыз, 21 наурызға қарсы барлық адамдардың бәріне жақсылық тілеймін. Отбасыларына амандық, дендеріне саулық. Әрдайым тек қана осындай жақсылықта бас қосып, ойнап күріп жүруіне мен тілектесін айналайын. Бүгін Қошқар ата сейілінде қала әкімі де төбе көрсетті. Шара аясында бірқатар сәбидің тұсауын кесіп, олардың жарқын болашағына ақ жол тіледі. Сау жібінен бастап баланың өмірін айқастырмайық деген мағынада, дәл осылай атқа қалай шідер салып тұсау салсақ, дәл солай баланы аяғына да тұсауды солай салған. Ал бәрекелді қадамы.
Сонымен қатар айналаны көгалдандыру мақсатында ағаш отырғызып, қол өнершілердің бұйымдарын көрді. Шара аясында көпшілікке арнайы концерттік бағдарлама да ұсынылды. Дәстүрлі әндер шырқалып, күмбірлеген күй төгіліп, ұлттық нақыштағы билер орындалды. Көрермендерге қазақ өнерінің әсемдігі мен терең мағынасын сезінуге мүмкіндік берілді. Сондай-ақ Қошқар атаға дұға бағышталып, оған деген құрмет пен ықылас ерекше сезілді. Концерттік қойылым арқылы халықтың жүрегіне жол таба отырып, су беруді сұрау, қасиетті бұлақтың қадірін түсіну, оны қастерлеу жайлы терең ой қозғалды. Қошқар ата мен Шымқаланың бір-бірімен тығыз байланысы егіз қозыда екен айтылып, Қошқар атаны тарту екенін, суын бағасын білу қажеттігі тағы да еске салынды. Бағзы заманда қаланы жау қоршап, ішерге су таппай қалғанда, жаратқаннан су сұрап жалбарынады. Сол кезде жаратқан ием қолына киелі асатаяқ ұстаған Қошқар атаны жұмсайды. Қошқар ата асатаяғымен ұрып қалған жерден су шығып, қала тұрғындарын шөлден құтқарады. Қошқар ата сейіл атты көктем мерекесі ұлттық тағамдарсыз өтеді дейсіз бе? Әрине жоқ. Дәл қазір ақжаулықты апалар мен инабатты келіндер бірлік пен берекенің үлгісін көрсетіп, қаз-қатар жиналған. Бірі күбі пісіп, сары майын бөліп алса, енді бірі бидайды қол диірменде тартып, талқан әзірлеуде. Ал тағы бір топ құрт жасап, көздің жауын алатын аппақ түйілерді күнге жайып жатыр. Жаңарып, жасарып, тазарып, аз наурыз келді. Мың айдан қайырлы Рамазан аймен тұстас. Енді біз қайдан кеседе қонақтарын ақ ұсынамыз. Сонымен бізге ұлттық тағамыздың түрі наурыз көже және құрт. Жер ана бусанып, табиғаттың аясында керемет аз наурызды тойлап жатырмыз. Жаңа айтылып жатыр ғой, адамзаттың аузы аққа тиіп, жан-жануардың аузы көкке тиіп, жер ана бусанып деп. Әр қазақтың шаңырағынан осындай құрт, наурыз көже кетпесін, біздің танымдық шараларда да насихатталып жатыр. Енді ұлттық құндылықтарды әдет-ғұрып салт-дәстүр орталығында істегеннен кейін біз бұндайды дәріптемесек, ұлттығымызға, қазақилығымызға сын болады жалпы. Наурыз көжені тілеу көже деп те атаймыз, 7 түрлі тағам саламыз. Бұл жалпы тоқшылықтың символы деп есептейміз. Жаңағы біз наурызды көжесіз елестету мүмкін емес, құртсыз. Қошқар ата сейілінде күбі піскен әпкемізден аттап өте алмадық. Ақмарал Бекболқызы бізге күбі қалай піседі, осы туралы айтып өтіңізші. Енді күбі ата бабамыздың бұрыннан пісіп келе жатқан дүниесі, бірақ қазіргі таңда ауылды жерлердің өзінде піспейді. Жаңағы айран, оған су құйып, осылай шайқап, май түскенше піседі. Май қанша сағатта түседі, қанша минутта түседі, қаншалықты біз күбіні есу керекпіз? 1 сағаттың көлемінде күбіні есіп, осылай пісіп майды аламыз. Натуральный продукт. Дәл қазіргі мынадан май қаншалықты көлемде шығады? Болынан шыға ма? Мына кесенің көлемінде шығады ғой. Міне осындай бір кеседей шығады. Қолдың майы жақсылап жуып, шайып, жаңағы тұзын араластырып, холодильникке салсақ, керемет май болады. Дәл қазіргі уақытта тапаған нан жабатын қыз-келіншектерді апа-әжелері табу өте қиын. Нан жабу процесімен таныстырып өтіңізші. Бірінші не істейміз? Ең бірінші ретте жаңағы нанымызды жақсылап бидай ұнынан ашытып аламыз. Жаңағы көтерілімі неғұрлым жақсы болса, нанымыз да өте дәмді болып шығады. Қазіргі кезде жаңағы ауылды жерде ғана жаңағы осылай табаға нан жабамыз, таба нан деп аталады ғой енді бұнымыз. Біз арнайы қазір тезекті ауылдан арнайы алдыртып отырмыз. Қай ауылдан алдырдыңыз? Бәйдібек ауылынан.
Бәйдібек ауылынан. Иә. Қазір жаңағы Біз мынаны тұспағы уже нанды қойып қойдыңыздар. Қанша минутта піседі бұл? енді оттың жаңа шоғының жақсы болуына байланысты 10-15 минутта біздің нанымыз дайын болады. Қазір міне ашып сіздерге көрсетемін. Қалай ойлайсыз, пісіп қалды ма? Иә, жобамен пісіп қалды деп ойлаймыз. Мінекей нанымыз. Әп-әдемі Иә, бір-екі минут ерте алды енді. Ұлттық тағамның иісі аңқыған бұл көрініс нағыз қазақы дәстүрдің, еңбектің, ынтымақтың белгісі іспетті. Әжелер бата тілектерін көбіден шыққан майдың жұпар иісімен піскен бидайдың қош иісімен мерекенің шырайын кіргізіп, Қошқар ата бұлағының басын нағыз берекелі дастарханға айналдырғандай. Қадірлі ағайын, мына алаңға назар аударыңыздаршы. Нағыз қазақилықтың иісі шығып тұр ғой. Киіз басу, ағаштан ойып, зергерлік әшекей жасап жатқандардың бейнесі. Шіркін, әр бұйымның сұлулығы бір-бірінен өтеді емес пе? Қолөнер шеберлері осындай еңбек етіп, ұлттық мұраны жаңғыртып отыр. Барып көзбен көріп, қолмен ұстап өнерге тамсанып қайтайықшы. Құрақтан жасалған заттарды әкеліп осы жерге көрме ұйымдастырып отырмыз. Көрдіңіздер ме? Біздің ата-бабаларымыз дана болған. Құрақты да сөйлеткен, оюды да сөйлеткен. Сөйтіп бізге балығы таусылмайтын қармақ ұстатып кеткен. Енді біз соны келешек ұрпаққа қалдырудың мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Мына құрақ көрпеше осы қазақтарымыздың ұлдары мен қыздары құралсын, әр уақытта жақсы жақтарымен өнеге өсиет алсын, дін жоғалтпасын, қазақи білімін жоғалтпасын, қазақ тілін жоғалтпасын деп біз осындай бүгін тойдың ортасында отырмыз. Күнделікті өмірде кездесе бермейтін өте сирек көрініс. Жас қыздар тақыр кілеммен шиет оқып отыр. Осы қолөнершілерге барып, бұл өнерге қашан келген бірге сұрап білейікші. Саламатсыз ба, мереке құтты болсын, Наурыз құтты болсын. Саламатсыздар ма? Мерекелеріңізбен. Бұл өнердің аты шит оқу деп аталады. Бұл қазақ халқының байырғы сәндік қолданбалы өнеріне жатады. Бұл затпенен бұрынғы замандарда киіз үйді жабдықтаған және бұларды өзін жаңағы тоқса егер, бұл киіз үйді қараңғылауға, күн көзінен сақтауға көмектесетін құралға жататын болған. Қазіргі таңда біз Алиша қолөнер орталығында осы өнерді кішкентай қыздарға үйретіп келеміз. Бұл бұрынғы кезде бұны шиге тоқыған. Ши дегеніміз сулы жерлерде өсетін жаңағы шөптің аты. Оны кептіріп алып, арнайы осы ши тоқуға дайындаған болатын. Қазіргіде біз дайын осындай таяқшаларды алып, бұған клей жағып, және де жаңағы өрнекке байланысты белгі қойып аламыз да. Және де осы жүндерді орау арқылы осы өрнекті шығарамыз. Бұл қыздардың жаңағы саусақ моторикасына, жаңағы миының жақсы жұмыс жасауына өте үлкен әсері бар. Бірінші біз тақыр кілемді басамас бұрын осындай жіптерді, қатты нығыздалған жіптерді осылай станокқа іліп аламыз. Өйткені біздің жасап жатқан тақыр кілеміміздің узорлары әдемі шығу үшін бізге қатты тартылған жіптер керек болады. Және де біз тек қана бір техникамен осы тақыр кілемді аяқтаймыз. Осылайнан кіргізу арқылы тақыр кілемді осылайнан узорларын шығара аламыз. Бұл тақыр кілемнің өзінің бір ерекшеліктері бар. Осы схемаға қарап осындай тақыр кілемді шығара аламыз. Бұл тақыр кілем дегеніміз бұрынғы заманда дуалдарға ілініп тұрған. Бұл үйдің ішіндегі дыбыстарды арғы бөлмеге естірткізбеу үшін қойылатын болған дуалдарға. Дәл қазір жігіттердің білек күші сыналар шақ. Ең мықты палуандар қошқар көтеруде. Ең көп көтерген палуан жүлдедегі қошқарды өзімен жетектеп алып кетеді. 97 98 99
Дәл қазір менің жанында қошқар көтеруден Шымкент қаласы бойынша рекорд жаңартқан азамат тұр. Саламатсыз ба, мереке құтты болсын. Рекорд жаңарттыңыз. Қандай сезімдесіз? Әзірше жаңарттым, әлі көтеріп жатыр. Менен озып кеткен жігіттер тұр. Мына жерде Мақұлбек Азамат деген әлемдік рекордты қойып жүрген азамат тұр. Әлі ол көтерген жоқ. Ол жігіт көтерсе, міндетті түрде ұтады. Құрас Қалижан деген жігіт тұр. Ол да рекордсмен. Пока солардың алдында мен көтеріп қалдым енді. Қазірше мен болып тұрмын, ол жігіттер көтерген екен. Ұтып кетуім мүмкін. Қарсыластарыңыз қанша көтеруі мүмкін? Қалай ойлайсыз? Оны білмедім. Шамамен. Дайындығына байланысты ғой. Қазір оразаның кезі қанша көтеретінін білмеймін. Бәріміз оразаның кезінде сәл әлсіздеу боламыз ғой. Осы жаңағы әуесқой қошқар көтеру, көкпарға қызығамыз, ат мінеміз дегендей. Спортқа айналыспайсыз, бірақ сонда да Шымкент қаласы рекорд жаңартып отқан, сіз өте мықтысыз. Рахмет көп-көп. Іске сәт. 14. Дәл қазір менің жанында 40 килограммдық қошқарды 3555 рет көрсетеді екен. Алыптар сайысының жеңімпазы Азамат ағамыз тұр. Аға, қалайсыз? Наурыз мейрамы құтты болсын, қошқар ата сейілі құтты болсын. Бүгін қошқар көтеруде тағы да бір рекорд жаңартам деген ойыңыз бар ма? Қанша рет көтерем деп ойлайсыз? Енді Құдай қаласа, әр жерде көтеріп жүрмін ғой жалпы. Енді бүгін енді осы 65 килограмм дейді жаңа муляж. Соны бір 250 көтерем деп отырмын. Құдай қаласа. Енді мынау қошқар көтеру жалпы өзіміздің ұлттық ойын ғой. Сол ойын артымызда енді жыл сайын осы Наурыз мейрамында Құрбан айтта болады, білесіздер өздеріңіз осы қошқар көтеру ойыны. Сол осы ұлттық ойынымызды дамытып, басқа елдерге, басқа жерге көрсетіп, сол себепті мен өзім 40 килограмм қошқарды 3555 көтеріп, осы рекорд қойғам жалпы. Көшпенділер сайысындағы алыптар жеңімпазы болдыңыз. Осыған тоқталып өтіңізші. Енді осы қошқар көтеріп жүріп, сөйтіп осы маған өткен жылы осы алыптар сайысына ұсыныс түседі маған. Сол ұсыныс түсіп, соның осы ойынның арқасында мен көтеріп жүріп, осы шыңдалып, сол алыптар сайысына жеңіске жеттім. Біздің көрермендерді қошқар ата сейілімен әрі Наурыз мейрамымен бірге құттықтап жіберсеңіз, жылы тілегіңізді білдіріңіз. Енді ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Осы Наурыз мейрамымен барлық Қазақстанды құттықтаймын шын жүректен. Құдай қаласа, осы Наурыз жылы, осы 2025 жылы бәрімізге құтты, табысты, елімізге жыл бола берсін. Құдай осындай ұлттық ойындарымыз әр жылы өте берсін. Әрқашан еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ал ер азаматтар қошқар көтеріп өзара күш сынасуда, елдер қауымы жүлдеге қол жеткізуге ұмтылып жатқанда жастармен қыз келіншектер алды бақан теуіп, шат-шадыман көңіл күйге бөленді. Әсен ән әуелеп күлкіге толы әдемі сәттер халықтық мерекенің сәнін аша түсті. Бірі би билеп, бірі ән шырқап, салт дәстүрімізді дәріптеген думанды кеш нағыз қазақ рухының көрінісіндей әсер қалдырды. Міне халқымыздың тамыры тереңде жатқан, дәстүрін жаңғыртқан бір ерекше күнде өз мәресіне жетіп қалды. Шаһар тұрғындарының көңілінен шықты ма, өздерінен сұрайық. Бүгінгі шара ұнап жатыр ма? Қалай болып жатыр? Күшті болып жатыр. Наурыз мерекесімен бүкіл қазақстандықтарды құттықтаймын. Алды бақан ерекше ұнады, себебі өте қызық болды. Мен бүгінгі мерекелік шараға 10-10 деген баға беремін. Жақсы. Күн сондай жылы тамаша болып тұр, көңіл күймен көтеріңкі. Шаңырақ күні құтты болсын, Наурыз келатқан мерекелерің құтты болсын. Мейрам өте жақсы өтіп жатыр. Биылғы жылы әкімшілік жақсы ұйымдастырған, сахналарды бәрін жақсы безендірген. Бұл жерде енді көбінесе кішкентай балдардың жастарын білмейтін апаларымыз жаңа жүн тоқыды, және де жіп иірді дегендей жүннен. Бояулы жолдарын және де пайдасы жайында айтылып жатыр. Мына жерде апаларымыз құрақ жайып жатыр. Мысалы, әрбір қазақ құралып үй болсын дегендей, сол құралып үй болсын деген мағынада апаларымыз оны да түсіндіріп өтті. Шашуларын шашып жатыр. Мал сойылды,
тұсау кесілді баланың. Енді өзіміздің дәстүрді жаңғыртып, халқымызда уже беті бер қарап, көбісі ұлттық киімде, ұлттық нақышта жүр. Ол да бір қуантарлық жайлы болып жатыр. Енді бүгінгі іс-шара жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Ұнады, өте керемет өтіп жатыр, жоғары деңгейде. Бүгінгі іс-шара керемет ұнап жатыр. Шымкент халқын бүгінгі Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Көктемнің шуақты күнінде осындай қазақи ұлттық киімдерімізбен жүрген керемет. Ол енді рахат қой, ол бұндай болса, күнде де болса, конечно жақсы. Ол деген қазір енді халықтар көңілін көтеріп, бір мезгіл жоқшылықты ұмытып, көңіл көтерген не жетсін, жақсы өтіп жатыр, жақсы. Мейрам өте керемет. Әз Наурызға қарсы адамдардың бәрі көңілі тоқ, жақсы, әдемі концерттер де болып жатыр. Адамдардың бәрі киімдеріне қарап сүйсінесін. Өте керемет. Әз Наурыз құтты болсын айлар. Береке мен бірлікке бастайтын Наурыз мейрамы құтты болсын. Қазақтың дархан көңілі тату тәтті тірлігі мәңгілік болсын. Келер жылы Қошқар ата сейілі мейрамында тағы да қауышайық.